Мысалы, іштің қатудың себебін талдайық. Ішімізде ішектеріміз жақсы жұмыс істеу үшін, ішектеріміз қатпау үшін жақсы перистальтика қажет. Ал жақсы перистальтика болу үшін ішектің ішкі қабырғаларын қанмен жақсы қамтамасыз ету қажет. Мысалы, жас адамдарды бойында қанында қуаты көп, энергиясы көп, қаны толған, теріс зарядталынған молекулалармен, эритроциттармен, теріс зарядталынған молекулалар, эритроциттар бір-бірінен итеріліп және тамырдың қабырғаларынан итеріліп қанды жақсы айналдырып тұрады. Осының себебінен асқазан мен ішек жолдары жақсы жұмыс істейді. Тамақты тез қорытады, тез сіңеді, үлкен дәретті тез шығарып тастайды. Ал адамның жасы үлкейген сайын, дене қимылы азайған сайын, көптеген мөлшерде зиянды тамақтар мен сусындарды жеген сайын, бойындағы қанындағы энергиясы мен қуаты да азая береді. Асқазанда, ішекте және басқа да дененің мүшелерінде қандың айналымы азаяды және қандың сапасы да нашарлайды, төмендейді. Асқазан мен ішек жолдарының қабырғалары қанмен қамтамасыз етілмегеннен кейін, олар дұрыс қажетті мөлшерде толық жұмыстарын атқара алмайды. Осылайша асқазан мен ішек жолдардың қабырғалары жеткіліксіз мөлшерде және сапада қанмен қамтамасыз етіледі. Осы жерден перистальтиканың дұрыс жұмыс істемеуі, ішектің қатуы басталады. Ішектің ішінде тамақпен келген тотығу потенциалы бар тамақтар молекулалары плюс деген зарядқа ие дененің теріс зарядталынған молекулаларымен кездесіп, бір-біріне жабысып қалады. Ішектің бойында минус деген зарядқа ие молекулалар аз болғандықтан және плюс деген зарядқа ие молекулалардың саны көп болғандықтан ішектің қатуы болады. Ішектің қатуы ішектің ішкі ортасын қышқылдандырады. Ішектің ішінде қышқыл орта пайда болса, ол бактериялардың, вирустардың, грибоктардың, паразиттардың өмір сүруіне және көбеюіне өте қолайлы тіршілік ортасы болып табылады. Бактерия, вирус, грибок, паразиттар көбейген сайын асқазанның ішінде, ішектің ішінде олар эрозия, язва, свищтер тудырады. Болып жатқан ішіндегі процестерді адамдар білмей де қалады, сезбей де қалады. Эрозия, язва, свищтердің жараланған жерлерінен қандың ағымына тамақтың қалдықтары немесе бактерия, вирус, грибок, паразиттардың өздері сіңеді. Осылайша тамақтың қалдықтары мен зиянды патогенді микрофлора қан жүйесіне кіріп кетеді. Осылайша қан қоюланады, қышқылданады, ластанады. Плюс деген заряды бар молекулалар тотығу потенциалымен тамақтың қалдықтары минус деген зарядқа ие молекулалармен кездескен кезде қандың қызыл түйіршіктермен, эритроциттармен қан қышқылданады, қоюланады және ластанады. Қандың ластануына, қышқылдануына, қан жүйесіне кіріп кеткен зиянды патогенді микрофлораның боқсыздығы да ықпал етеді. Қандың бойында жасушаның өмір сүруіне қажет қоректі заттар мен оттегінің деңгейі төмендейді. Қандың ішіндегі микрофлора гемоглобинді, қоректі заттарды және тамақтың қалдықтарын жеп өмір сүріп көбейеді. Осы қан жүйесіндегі болып жатқан процестердің барлығы ептеп тромбтың пайда болуына ықпал етеді. Бірінші, жұтшақты эритроциттар, қызыл қан түйіршіктер бір-біріне жабысып қалады. Ептеп зиянды патогенді микрофлораның боқсыздығы да үстілеріне жиналады. Оның үстіне еще тамақтың қалдықтары, осының барлығы жиналып, тромб пайда болады. Тромбтың аймағындағы қандың айналымы баяулайды. Парақшама кіріп жалғасын көріңіздер.